Теңгесі ғана емес, тепсе темір үзетін еркектері де ұсақталып бара жатқан қоғамға бір сәлем. Менің маңырағаным мыналардың қасында жолда қалады ғой. Такси келген, туысым, бауырым дегендерге келуге рұқсат жоқ. Көрмегендерге айтайын, бұл Жаркенттің жергілікті таксистері өздерінен өзгелерді жолатпаймыз деген сандырағына қай бетімді шымшиын. Bir ağızdan айтамыз. Bir ağızdan ба бәрі? Ескерту. Ертең анандай болатын болса, қанта үшке дейін баруы да мүмкін мысалы. Өйткен мысалыңды бір жеріне тығып қой. Бойында титтей болсын, намысы бар адамның аузынан шығар сөз бе бұл? Біз енді сырттан келіп, адам алады екен, біз оған жол бере алмаймыз. Дұрыс жағынан айтқан, дұрыс жағына түсініңіздер. Әйдік болсан сондағы ұйғырдай саудаңды дөңгелет, бақшаңды ек, малыңды көбейт. Саған біреу жоқ дейме. Масылдық, жалқаулық қанына біткен тексіздің тірлігі бұл. Кезінде Абай да өзінің екінші қара сөзінде жатып алып сарт ноғай орысты жамадайтын қазағының бос мақтанына күйініп еді. Бір қарынмайды шіріткен еңгезердей құмалақтар өзін ғана масқараламай, қазағын өзгелердің алдына жығып берді. Мамбет колхозник такси айдаудан басқа қолдарынан не келеді деген әңгімені ендігәрі естігенде ренжімеңдер. Ал мен қабағымды қарс шолып үндемей жүрмін. Іле шала полиция оларды жинап еді, желдері шықты да кетті. Айтқанынан айнып, сүмірейген түрімен кешірім сұрады. Бейне жазбамызда айтқан сөзіміз эмоцияға беріліп, айтылған сөз артық кеткен жерлеріміз болып жатса, дұрыс түсініңіздер. Біз ешкімді бөліп, жарып, ешкімге жол бермейміз деген ондай ойымыз жоқ. Осы мен айтқан әңгімеме, сөзіме осы жігіттердің бәрі қолдайды, осы Жаркент ауылының тұрғындары. Ертең реніш болмасын. Bir ağızdan айтамыз. Bir ağızdan ба бәрі? Патшам айтсам маған не болды? Бүйткен бір ауыздылықтарында орайын. Қой деген атына сай мал құрлы болмадыңдар ғой. Еде, малдың монологын тағы да тыңдағың келсе, арнаға жазыл, чаттарға тарат.